Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып шешендік өнер, Майқы бидің шешендік сөздері. Екі мақсатты қамтимыз. Көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданамыз. Сонымен қатар шығармадағы көркемдегіш құралдарды тауып, оны талдай отырып, автор стиліне баға береміз. Алдымен шешендік өнер дегеніміз не? Шешендік сөздер дегеніміз не? Шешендік сөздер қазақ ауыз әдебиетіндегі шағын көлемдегі дидактикалық жанр. Ғалым Абылқасымовтың анықтауынша, қазақ ауыз әдебиетінің жанры ғибраттылық мәні, өнегелі ой тұжырымы бар, айрықша тапқырлық танытатын нақыл сөз болып табылады. Қайда кездестіреміз? Аңыз әңгімелерде, өлең жырларда, ертегілерде, хикая дастандарда. Кімнен бастау алады? Қазақ шешендік өнері Майқы биден бастау алады. Қандай ерекшеліктері бар? Алдымен қазақ шешендерінің сөздері қағазда емес, ауызда, халық жадында сақталған, сондықтан біз оны қаз қалпында кездестірмеуіміз мүмкін. Екіншіден, шешендік сөздердің бірнеше авторы болуы мүмкін. Себебі ол қазақ еліне ұрпақтан ұрпаққа тарағандықтан әрбір жерде өзгеріске ұшырауы мүмкін. Алғашқы айтушысы жеке адамдар болғанымен, кейбір кездерде авторы халық деп танылып жатады. Түрлері: шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау. Сайттан қарай аласыздар. Арнау бір адамға арнайы айтылған сәлем, сын, әзіл, бата. Толғау нақыл, мақал, мысал, жұмбақ, жауап. Және де дау. Енді қандай ғалымдар зерттеген? Ең басы Байтұрсынұлынан басталады, толық зерттеген ғалымдардың бірі ретінде. Кейін Шоқан Уәлиханов, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезовтер өз кезінде зерттеген болатын. Олар билер сөзінің тәрбиелік мәнін сипаттады. 20 ғасырларда Мәметова, Адамбаевтар өзінің кандидаттық диссертацияларын қорғаған. Ахмет Байтұрсынұлының зерттеулері маңызды болып табылады, себебі ол әдебиет танытқыш атты еңбегінде шешендік өнерді сөз өнеріне жатқызып, оның теориясын қалыптастырған болатын. Енді сіздерге алғашқы тапсырма. Аудио түрінде жібересіздер. Қазақ шешендік өнері туралы мәліметтермен танысып, ПОВС формуласына салыңыздар. ПОВС формуласы сіздерде берілген. 10 минут уақыт беріледі. Жауаптарыңызды күтемін. Енді шешендік сөздер. Шешендік сөздер 5 кезеңге бөлінеді. Майқы би мен Аяз би 12-13 ғасыр, бұлар яғни осылардан басталады. 14-16 ғасыр ел құрасқан шешендер Асан Қайғы Жиреншенің кезеңі. 17-18 ғасыр ел қорғасқан шешендер Төле би, Әйтеке би, Қазыбек бидің уақыты. 18 ғасыр хан сұлтандарға қарсы шешендер, бұлар Тіленші би, Шалқар би, Әз Жәнібек. 19 ғасыр би болыстарға қарсы шешендер Махамбет, Сырым батыр және де тағы да басқалары. Тапсырма. Екінші тапсырма. Яғни шешендік өнердің 5 кезеңін дұрыс белгілеңіз. Мысалы, бірінші кезең 2 Майқы би мен Аяз би, Е жауабы, яғни 12-13 ғасыр. Жақсы, енді біз сіздермен белгілеп алыңыздар. Белгілеп болғаннан кейін Майқы бидің шығармашылығымен танысайық. Майқы би аңызға айналған, түркі халықтарына тегіс төрелік айтқан тарихи тұлға, атақты би, шешен болып табылады. Халық арасында түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деген сөз бар. Майқы би ұлысқа кірген 40 руға таңба таратып, таңбаның әр рудың ерекшелігіне қарай белгілеген. Мысалы, егерде сіздер Үйсін тайпасынан шықсаңыздар, яғни жалау, арғын, көз, алшынға найза. Кезінде бұл Майқының таңбасы деп аталса, кейін Нұра таңбасы деп аталып кеткен. Енді Майқы бидің нақыл сөздеріне келетін болсақ, алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді. Яғни егерде ағайын немесе ел жұрт бір-бірімен араздасатын болса,
Мақсаттары ортақ болмаса, онда яғни ауыздағы кетеді, өз мақсаттарына жете алмайды. Ал егерде ағайын қаймағы бұзылмай, бір-бірімен жақын қарым-қатынаста болып, бір-бірін ойын тыңдаса, онда төбедегі келеді, яғни өз мақсаттарына жете алады. Сондықтан тату болу керек. Мен сіздерге үшінші тапсырма, соңғы тапсырма, шығармадан берілген үзінділердегі көркемдегіш құралдарды талдаңдар, автор стилін анықтаңдар. Мысалы, естіге айтқан тура сөз шыңға шыққан тумен тең, есерге айтқан тура сөз құмға сіңген сумен тең. Бұл жерде теңеу қолданылған және психологиялық параллелизм қолданылған. Психологиялық параллелизм дегеніміз екі құбылысты бір-бірімен салыстыра келіп, ортақ құбылысты шығару, егіздеу тәсілі болып табылады. Тең деген арқылы теңеуді байқаймыз. Қандай мағына? Есті адамға сөз айтсаңыз, ол оның туралығын дәл ұғады. Биік шыңға тіккен тумен тең. Ал егерде есерге сөз айтатын болсаңыз, біз құмға су құйсақ, білесіздер, ол кеуіп қалады, құрғап қалады. Сол секілді есерге сөз айтсаңыз, ол құмға су құйғандай ешбір нәтиже бермейді. Тапсырмаға сәйкес төртеуін үш нақыл сөздің екеуінің мағынасын анықтап, ортақ автор стилін шығарамыз. Автор стилі не болуы мүмкін? Мысалы, психологиялық параллелизмдерді қолдануы, немесе ел арасында елді басқаруға байланысты ащы сын айтуы, және тағы да басқа. Тапсырмаларыңызды, осы тапсырмалардың жауаптарын күтемін. Сау болыңыздар.